Ассалаумағалейкум, отандастар, трейдерлер ордасына қош келіпсіздер. Менің есімім Бейсенбайұлы Бақытжан боламын. Тәжірибелі трейдермін. Трейдинг саласында 2007 жылдан бері жұмыс жасап келе жатырмын. 2021 жылға дейін трейдингпен қосымша жұмыс, яғни хобби ретінде айналысқан болатынмын. Қазіргі уақытта осы трейдинг саласындамын. 4 баланың әкесімін, балық аулауды ұнатамын, білім беру саласында 28 жыл жұмыс атқардым. Бұл өзім жайлы мен танысу бойынша бірінші сабақта толығырақ тоқталып кеткен болатынмын. Бірінші сабақты қарап шығуға ұсыныс беремін. Келесі кезекте ережелер мен ескертулерге келетін болсақ, бұл ережелер мен ескертулерді мен бірінші сабақта әрқайсысына тоқталып өткенмін, жеке ережелер мен ескертулерге. Сол бірінші сабақты да міндетті түрде қарауды сіздерге ұсынар едім. Немесе қазір осы видеоны тоқтатып қойып, осы ережелерді мен танысып шықсаңыздар болады. Ары қарай келесі слайдымыз. Бұл жерде трейдинг жаңа кәсіп, жаңа мамандық бойынша айтып кететін болсам, бұл Қазақстан, біздің еліміз бойынша трейдингті жаңа кәсіп, жаңа мамандық деп айтуға болады. Өйткені қазір 2 жылдың көлемі болды. Трейдинг саласына өте сұраныстар көбейіп жатыр. Жалпы онлайн сауда болғаннан кейін сондай жаңағы қазір сұраныс көп. Бағдарламаға келетін болсақ, трейдингтегі алғашқы қадам бағдарламасы бойынша жасалынған бұл курс. Бүгінгі сабағымыз, екінші сабақтың тақырыбы акция бағасының графиктегі қалдыратын ізі. Жалпы айтатын болсақ, акция бағасының ізін қайдан көре аламыз деген сұраққа жауап іздейтін болсақ, мінекей биржалық кесте болады. Өзі сауда жасау терминалында, оны биржалық кесте деп атайды. Мінекей 3 түрлісі тұр, мысалға ақ түсте, қара түсте қоюға болады. В основном трейдерлер көбінесе қара түсте жұмыс жасайды, көзді ауыртпау үшін. Баптаулар бойынша өзіңізге қалай ыңғайлы, солай графикті жасап қойса болады. Яғни орысша график деп айтылады, ағылшын тілінде чарт деп айтылады. Бұған қазір жеке қарап шығатын болсақ, мысалға мына жерде балауыз шам графигі дейді. Свечной график немесе candle chart дейді. Candle chart. Мінекей мына шам сияқты болып тұр, кәдімгі балауыз шам сияқты болып тұр. Сол үшін бұны шам, балауыз шам деп атайды. Свечной график дейді. Бұл графикте не көре аламыз? Графиктің төменгі жағы белгілі бір уақытты көрсетеді. Ана жоғар жағы осы акцияның бағасы. Яғни мынау тұрған шамдар бұл акцияның жүріп өткен ізі, бағасының ізі. Мына жерде келесі графикте бар графигі дейді. Яғни барный график немесе бар чарт. Сызықша тұр, мінекей 3 сызықшадан тұр. Мінекей оң жақ, сол жақтағы сызықша, ортада үлкен сызықша және оң жақта бір сызықша. Бұны бар графигі дейді. Мен өзім сауданы осы бар график арқылы жасаймын, өте ыңғайлы. Мінекей бар іздері, жаңағы свечной графиктің, баровый графиктің іздері, бағаның іздері, қалдырған іздері. Сол сияқты мына жерде уақыт, белгілі бір уақытты көрсетеді және бағаны көрсетеді мына жерде. Келесі сызықтық график деп аталынады. Келесі графигіміз бұл линейный график, line chart. Тек қана линия, сызық ретінде көрсетіледі. Енді бұл сызықтық графикпен көбінесе трейдерлер жұмыс жасамайды. Көбінесе трейдерлер шам графигімен және бар графигімен жұмыс жасайды, сауда жасайды, былайша айтқанда. Келесі акция бағасы дейді. Акция бағасы мінекей жоғарғы баға деген болады, high price, мінекей
H әрпімен тұр, иә. Мінекей мына жоғарғы баға мынау барвый недегі, бұны көлеңке немесе құйрық деп те атайды бір трейдерлер, иә, әртүрлі атайды. Төменгі баға low price, мінекей L әрпімен, мынау төменгі бағасы, ең төменгі мінекей 19 доллар 58 цент деп тұр, иә. Бұл да міне көлеңке немесе мұрт деп айтады деген сияқты. Ашылу бағасы open price, мінекей ашылу бағасы 20 доллардан ашылған. Мінекей мына сызықшамыз барвый графикте барда, мына сол жақтағы сызықшамыз бағаның ашылуы дегенді айтады, білдіреді. 20 доллардан ашылған. Жабылу бағасы мінекей close price 20 доллар 30 центтен жабылған. Түсініктірек болу үшін қазір мен көрсетіп кетейін. Бұл бағаның өсуімен жабылған, иә. Қазір мысал ретінде көрсетіп кетеміз. Мысал, мына жерде мынау баға ашылды, 20 доллардан ашылады. Ол 19 долларда 58 центке дейін төменге түсті. Одан кейін ары қарай жоғары кетеді. Ең жоғарғы бағасы 20 доллар 44 центке дейін барып, артқа қайтып барып, 20 доллар 30 центтен жабылды деген сөз. Бұл мына баға мына жерде ашылды, мына жерде жабылды. Демек, өсумен жабылды деген сөз. Өсумен жабылған білдіреді. Мінекей шамның ішінде енді әркімнің өзінің жаңағы баптауына байланысты. Көк немесе жасыл болуы мүмкін, иә. Өзіңіз баптау істей бересіз. Бұл көтерілген деген сөз, мінекей боялған. Бұл бағаның көтерілген. Мына жерде де міне көк жасылмен өз баптау жасап алуға болады. Келесі енді мына жерде акция бағасының түсіп жабылуы. Мінекей. Түсіп жабылуына келетін болсақ, түсіп жабылуы. Яғни бұл жерде 20 доллар 30 центтен ашылды. Мінекей баға, акцияның бағасы. Жоғарғы 20-да 44-ге дейін барып, қайтадан түсе бастады. Түсіп келеді дағы 19 доллар 70 центке дейін түсіп барып, қайтып көтеріліп 20 доллармен жабылған. Мінекей барда мінекей өте ыңғайлы көрсетілген. Сол жағымыз мінекей, сол жағындағы таяқшамыз ашылуы, мынау жабылуы деген сөз. Мінекей баға ашылды 20-да 30 центтен, ол көтеріліп жоғарыға 20 доллар 44 центке дейін барып, қайтадан түсе бастады деген сөз. Түсіп барып, 19 доллар 70 центке дейін түсіп барып, қайтып көтеріліп, бұл 20 доллармен жабылды деген сөз. Визуально жаңағыдай қарайтын болсақ, бұл жерде де түскен баға, иә. Мысалға, мына жерден ашылды 20-да 30-дан 20-да 44-ке дейін барып, қайтадан баға төмен қарай түсіп барып, 19 доллар 70 центке дейін түсіп барып, бұл бар 20 доллармен жабылды. Мінекей, мынау ашылуы, мынау жабылуы. Демек, бұл баға түсіп жабылды деген сөз. Мінекей. Визуально тәжірибе жүзінде осылай болады. Келесі ары қарай, келесі слайдқа өтетін болсақ, мына жерде свечной график деп қойған, балауыз шам графигі, немесе candle chart дейді. Мінекей осындай іздер қалдырады. Байқаған болсаңыздар, мына жерде екі шамның ортасы баға алшақтығы білініп тұр, өте мынау жабылуы 685 доллардан жабылған, қымбат Тесланың қазіргі бағасы бұл жоғары бағада. Мен ортасын көрсетіп тұрмын. Мына шамымыз бізде 685 доллармен жабылған деп тұр. Ал келесі шамымыз, келесі күндікі десек те болады. Бұл жерде күнге байланысты дневной график. Ашылуы 700 доллармен ашылған. Бұнда 15 доллар алшақтықпен ашылып тұр. Осыны гэп деп атайды. Бағаның алшақтығы.
бізде трейдинг саласында геп дегенді өте жаңағы мұқият жаңағы басшылыққа алуға қажет болады. Мына жерде де геп бар мінекей мысалға. Мына жерде мысалға геп жоқ онша, иә, міне. Қалай ашылды, жабылды, солай ашылып тұр мысалға деген сөз. Бағаның алшақтығы геп деп айтылады. Келесі слайдты қарайтын болсақ, мына бар графигі, барды график, бар чарт. Жаңағы графиктің бұл бар графигі. Бар ойда. Мына жерде гепті көріп тұрсыздар, міне бағаның алшақтығы, иә. Мына жерде аса алшақты көрініп тұр. Міне алшақты көрініп тұр, геп. Бұл слайдта мен гепті көрсеткім келді, иә. Сызықтық график деген болады, міне тек қана сызықпен көрсетіледі. Бұл жерде бағаның жабылуы ғана сызықпен, әрбір нүкте қосылған бағаның ізі, иә. Бұл тек қана жабылу бағалары көрсетілген бұл жерде. Жалпы бағанағы мен айтып кеткендей, бұл сызықтық графикпен трейдерлер сауда онша көп жасамайды. Келесі. Ал енді таймфрейм деген бар. Таймфрейм деген ол уақыт бөлігі, белгілі бір уақыт бөлігі деген білдіреді. Мына графикте қазір көрсетіліп тұр бір жылдық график. Мына жерден бастап өсіп түскені бір жылдық графигіміз бұл. Енді бұл әрбір шамымыз бар деп айтсақ та болады енді. Әрбір барымыз бір күндік барға теңеледі. Бір күндік шамдар бәрі. One year, one day деген бір жылдық график. Бірақ бір күндік барлар. Әрбір таяқшамыз бізде бір күнді білдіреді. Әрбір шамымыз бір күнді білдіреді. Ерінбей санайтын болсаңыздар, 365 балауыз шам бар бұл жерде. 365 бар болады деген сөз. Бұл таймфрейм деген белгілі бір уақыт белгі. Келесі, мына жерде тоже бір жылдық, бірақ бір апталық свечалар, шамдары. Бір жылдық график, 52 бар графикінде бар, шам бар бұл жерде. 52 бар бар. 52 апта деген сөз. Бір жыл, бір апталық. One year and week. Week дегеніміз ол апта деген білдіреді. Келесі кезекте. Уақыт бөлігі, таймфрейм, бұл бір күндік график. Бір күндік график. Әрбір барымыз бір минутқа есептелінеді. Көп байқаған болсаңыздар. 780 бар бұл жерде. 780 минут деген сөз. Әр қайсысы осы менің акцияның іздері қалдырған. Бұл жерде ең жоғарғы баға $716.97 болып тұр екен. Ең төменгі бағасы осы бір күндегі, бір күндікті көрсетіп тұр. Low деген, мына high деген бағанағы өткеніміз. $702.64 болған. Осы күннің ішіндегі ең төменгі бағасы. Енді осы бағаны қазір шынайы сауда графигінде қарап көрейік. Мына жерде қазір мен сауда жасап отырғаным. Бұл бір минуттық график. Бір минуттық график. Мінекей мынау қара түстен басталып, бүгінгі ашылғаны. Мінекей 7:30-да ашылған рынок. 7:30-да ашылып, менің өзім сауда жасау жоспарыма байланысты алдын ала жасалынған. Мына жерде мына сызығым тұр, мінекей. Бағаның іздері бұл, алдыңғы бағаның іздері. $23.26 сатып алуға болады деген мен өзім жоспар құрдым. Осы жерден бастап көтерілуі мүмкін деп. Мінекей $23.26 10 акция сатып алдым мына жерден. Сатып алдымдағы мына жерде осы 10 акцияның 5 акциясын $23.76 мен сатып жібердім жартысын. 50 цент табыспен бір акциядан 50 цент. Мынау не көрсетіледі.
7-ден 57 минут кеткен кезде осы жерден сатып алғанмын. Мінекей, сатып алғанмын. Келесі жаңа сабақ барысында келесі мынау 5 дана акциям $1, әрбір акцияға $1 табыспен жабылды. Мінекей, автоматты түрде өзі жабылды. Жаңа мен сабақ жүргізіп жатқан уақытта сигнал келді, ол уақытта сол кезде жабылды. Мінекей, мен жаңағы жүйем бойынша 50 центке келгенде жартысын сатып жіберу, ал қалған жартысын $1 көтерілгенде сатып жіберу еді. Ал байқаған болсаңыздар, қазір әлде де көтеріліп жатыр. Мінекей, $1.15 көтерілді. Мінекей, деген сияқты. Мінекей, осы бағаның іздері. Мінекей, мынау 1 минуттық бағаның ізі. Әрқайсысы мінекей 1 минутта ашылып жабылған бағалар. Мінекей, мынау 4 бұрышты ұяшықты көріп тұрсыздар ғой, иә? Мысалы, мына барды көрсететін болсам, мына минутта open деген тұр 24.32 центтен ашылған. Мінекей, high дейді 24.39 центке дейін барған. Мінекей, low дейді 24.32. Міне ашылған күйі ол түспеген екен баға, сразу жоғары қарай кеткен екен. Ал жабылған бағасы $24.38. Бұл жерде мына 1 минуттық барымыз 7 центпен, 7 цент жүріп өткен. Мінекей, осы сияқты мінекей сауда, бүгінгі мына сауда жасау нелерім. Мынау swing trading бойынша бұл біраз уақыт болған алынғанына. Мына жерде де мінекей байқаған болсаңыздар, мінекей қазіргі мен сауда жасау жоспарым бойынша 48.36 центтен сатып аламын деп жоспарлағанмын. Мінекей, мына жерде сатып алынды. Қазір бағаның мінекей өсіп жатыр. Мына жерге мен стоп қойғанмын, сатылсын деп, автоматты түрде. Қазір мына жер 50 центке көтерілген кезде 5 данасы сатылады. 50 цент табыспен. Қалғаны ары қарай мына жерге $1 дейін көтеріліп жатса, қалған 5 акциям $1 көтерілген кезде жабылатын болады. Бұл $1 бармауы да мүмкін. Мен стопты қойып, мына жерге жылжытып қоямын да, деген сияқты. Оны алдыңғы сабақтарда айтып түсіндіретін боламыз. Бұл сауда жасау стратегиясы бойынша, системасы бойынша. Мінекей, мына жерде стоп қойып қойғам. Бүгінгі саудамның тағы да. Мінекей, жаңа сабақтың барысында да, мінекей, мына жерде $34.56 центтен сатып алдым. Өзім жоспарым бойынша, иә. Так, бесеуі сатылды. Мінекей, бесеуі сатылды. Енді қалғанына бесеуі $1 тағы да өсуі де мүмкін, өспеуі де мүмкін, иә. Мына қалған нені мен осы жерге 50 цент көтерілгенге дейін бағаны көтеріп қойсам болады. Егерде баға ары қарай тағы да $1 дейін, мына жерге дейін жетпей құлайтын болса, мен бәрібір мына жерде 50 центтен табыспен шығады екен, деген сияқты. Бұл енді бұл мәселелер бойынша әлі ертерек. Жалпы бағаның ізін көрсеткім келді. Мінекей, бағаның іздері осылай жүреді. Осымен сабағымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болатын болса, осы YouTube каналындағы чат бөліміне жазыңыздар. Подписация етуді ұмытып кетпеңіздер. Және де қоңырау белгісінде басып қоюды ұмытпаңыздар. Бұның алдындағы бірінші сабақты қарап шығуға ұсыныс берер едім. Өйткені осы сабақпен байланысы болады бұның да. Жақсы, сау болыңыздар. Келесі кездескенше.